Сағадат Нұрмағамбетов пен Рахымжан Қошқарбаевтың туылғаны 100 жыл толуына орай танымдық сағатымызды бастағалы отырмыз. Рахымжан Қошқарбаев 1924 жылы 19 қазанда дүниеге келген. Мен Рахымжан Қошқарбаевтың балалық шағына тоқталатын болсам, Рахымжан Қошқарбаев Ақмола облысының Тайтөбе маңындағы ауылда дүниеге келген болатын, және ол жастайынан ата-анасынан ерте айырылды. 1945 жылы 22 сәуірде 79-шы атқыштар корпусының 150-ші атқыштар дивизиясының 674-ші атқыштар взводының командирі Рахымжан Қошқарбаев Астана қаласында Бауыржан Момышұлы мен Рахымжан Қошқарбаев дағдылардың қиылысында ескерткіш орнатылды. Мылтықбай Ерімбетовтің Рахымжан Қошқарбаевқа арналған өлеңі. 7 сағат тұрды ажал қатуланып, жеңіске 360 метр қалып, секунд сайын өлім менен арпаласып, жеттің жеңінің ел білді атыңды анық. Рахымжан Қошқарбаев қазақ КСР астанасындағы Алматы қонақ үйіндегі ең басты директор жұмысын атқарған болатын. Рахымжан Қошқарбаев 1942 жылы 18 жасында әскери қатарға қосылған болатын. Рахымжан Қошқарбаев өзінің солдаттарымен ол жерде 7 сағат болды, яғни жерде еңбектеп жүріп қалды. Рахымжан Қошқарбаев атамыздың естеліктеріне тоқтала келген болсақ, Қазақ КСР министрі кеңесінің 1989 жылы 17 сәуірде Ұлы Отан соғысының ардагері